Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов қаланың белсенді жастарымен бейресми түрде кездесті. Кездесу барысында Петропавлдағы мәдениет және демалыс саябағын жөндеудегі жастардың ұсыныстарын тыңдады. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті Диас Көпеев саябақ аумағын 4 аймаққа бөлуді ұсынып отыр. Олар ағылшын, жапон және ұлттық саябақ, ғашықтар саябағы және кинозона аймағы. Аталмыш жобаны жасау барысында жас сәулетші әлеуметтік желіде сауалнама жүргізіп, қала тұрғындарының пікірін білген. Изюминка японского парка. Менің идеям бойынша жапон саябағының барлық жерлері түрлі гүлдерге орнаған болады. Саябақта түрлі гүлдердің барлығы өсетін болады. Ал ағылшын саябағы түгелдей ағылшын стилінде болады. Англияда өсетін гүлдер ағылшын мәдениетін көрсететін пішіндер болады. Жастардың ұсынған жобасы облыс басшысының көңілінен шықты. Құмар Ақсақалов аталмыш жобаны қабылдауды ұсынды. Ваши предложения мы будем одобрять, так? Сіздердің ұсыныстарыңызды қабылдайтын боламыз. Жалпы жоба маған ұнады. Бұл ұсыныс бойынша әлеуметтік желілерде белсенді талқылау жүргізілгенін білемін. Бұл дұрыс, өйткені мұның барлығын жастар үшін істеп жатырмыз. Жастарға барынша жағдай жасау үшін көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп, әлеуметтік жобалар салып жатырмыз. Осы істерде жастардың өздері бірге атсалысқандары маңызды. Мысалы, оқушылар сарайының салыну жұмыстарына қатысуларыңызға болады. Бұл оқушылар үшін ғана емес, жастар үшін де ерекше жоба болмақ. Оқушылар сарайы бірегей құрылғылармен жабдықталуы қажет. Дамытушы орталық болуы тиіс. Сондықтан бұл жобаны іске асыруда өз үлестеріңізді қосыңыздар. Өйткені сіздердің араларыңызда IT мамандары бар. Және сенбілікте бірге жұмыс істеуге келеміз. Мәдениет және демалыс саябағының 20 гектарға жуық аумағында күрделі жөндеу жұмыстары қарастырылған. Қазіргі таңда бюджет есебінен 100 миллионға жуық қаражат бөлінді. Жөндеу жұмыстарынан кейін саябақ аумағында эко-дәмханалар, велосипед жүргізушісінің жолдары ашылып, балалар автодромы салынады. Сонымен қатар орындықтар, қоқыс жәшіктері және шамдар орнатылатын болады. Және үй жануарларын серуендетуге арналған арнайы орын пайда болмақ. Спортивные площадки у нас остаются. Спорт алаңдары өз орнында қалады. Тек жаңа құрылғылармен толықтырылады. Балалар алаңдарында кішкентай және жасөспірім балалар бөлімі болып бөлінеді. Және мүмкіндігі шектеулі балалар үшін арнайы ойын құрылғылар орнатылады. Ескі саябақ жолдарында велосипед жүргізушісінің жолақтары және тұрақ орнатылады. Күзет орны және қоғамдық әжетхана болады. Кездесу барысында Құмар Ақсақалов жастарды саябақтың жөндеу жұмыстарына атсалысуға шақырды. Саябақтағы жөндеу жұмыстарымен қатар қаладағы Қазақстан Конституциясы көшесінде де жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Кездесу барысында облыс басшысы көшенің тарихи көшеге айналу керектігін атап өтті. Салима Сагандыкова, Данияр Темиргалиев, Первый Северный.